сәлеме. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы нөмірі 37-ші Мәншүк бөбекжайының тәрбиешісі Сүлейменова Ұлжан Зейілқызы боламын. Менің жеке шығармашылық жұмысымның тақырыбы мен зерттеушімін. Бұл тақырыпты таңдаған себебім әр баланың ішінде табиғи зерттеушілік қызығушылық бар. Және мен олардың сол қабілетін дамытуға, өз бетімен бақылауға, сұрақ қоюға және қорытынды жасауға үйреткім келеді. Мен балаларға дайын білім бермей, керісінше тәжірибе мен бақылау арқылы үйренуге мүмкіндік беремін. Балалар өз көзімен бақылау жасап, түрлі материалдардың қасиеттерін зерттейді. Зерттеу жұмыстарымды балалар және ата-аналардың бірлесіп өткізілген зерттеу тәжірибелерімен көрсетеміз. Балалар өз көзімен бақылау жасап, түрлі материалдардың қасиеттерін зерттейді. Судың қасиеттерін зерттейміз. Тұзды су мен тұщы суды салыстырамыз. Картоп тұзды суда бетке қалқып, тұщы суда батады. Ал су мен күнбағыс майын араластырғанда, май судың бетіне қалқып шықты. Себебі май судан жеңіл және суда ерімейді. Сонымен қатар, судың буға айналу құбылысы бақыланды. Ыстық судың бетіне мөлдір пластикті қойып, оның буға айналу процесін көретін боламыз. Топырақтың қасиеттерін зерттеу үшін құрғақ және ылғалды, балшық топырақ алынды. Құрғақ топырақ құйғыштан тез өтіп кеткенін байқайды, ал балшық кейдегі топырақ құйғыштан өтпей тұрып қалғанын байқайды. Өсімдіктердің өсуін бақылау мақсатында пияз егілді. Пиязға тұрақты түрде су құйылып, оның өсу кезеңдері бақылауға алынды. 2 бірдей гүл алынды. Бір гүлге үнемі су құйылып, күтім жасалды. Ал екінші гүлге су құйылмай, күтім көрсетілмеді. Бақылау нәтижесінде күтім жасалған гүлдің жақсы өсіп, ал күтімсіз қалған гүлдің сола бастағаны байқалды. Бұл тәжірибе өсімдіктер үшін су мен күтімнің маңызын дәлелдеді. Зерттеу жұмысы ата-аналар мен балалардың бірлескен қатысуымен жүргізілді. Алдымен балалар ұнды қолдармен ұстап көріп, оның ұнтақ, құрғақ зат екенін байқады. Ұнның жеңіл және шашыраңқы екенін бақылау арқылы оның қасиеттерімен танысты. Келесі кезеңде ұнға біртіндеп су құйылды. Балалар ұн мен суды араластырғанда, олардың бір-бірімен жабысып, қою масса, қамыр түзетінін байқады. Бұл кезде ұнның су сіңіріп, өз қасиетін өзгерткені анықталды. Қамырды оқтаумен жайып көру барысында, егер үстіне ұн себілмесе, қамырдың оқтауға жабысып қалатыны байқалды. Зерттеу нәтижесінде балалар ұн мен судың бірігіп қамыр түзетінін, қамырдың қасиеті қолданылған ұн мөлшеріне байланысты өзгеретінін білді. Жүннен текемет басу үрдісін зерттеу. Балалар жүннің жұмсақ, жеңіл және бір-бірімен оңай байланысатын қасиетін қолмен ұстап көріп бақылау жасады. Сүтті коктейль жасау әдісіне зерттеу өте қызықты өтті. Ол үшін жемістер, сүт, крем алынды. Шайқау барысында қоспалардың бір-бірімен араласып, біртіндеп біртекті массаға айналғаны байқалды. Қоспаның түсі өзгеріп, қою әрі жұмсақ коктейль түзілді. Қазақтың ертеден келе жатқан ойыны ләңгі ойынын ойнау үшін ләңгіні зерттеуді ойлап шығардық. Ол үшін қойдың жүні жақсылап жуылып, тазаланды. Жүнді балалар мен ата-аналар бірге бақылап, оның жұмсақтығын, берік және жеңіл екенін байқады. Жүнді дөңгелек пішінге келтіріп, қиып алды. Қорғасын еркіліп, оны да дөңгелек пішінге келтірді. Балалар қорғасының қатты, бірақ дұрыс күйде жұмсарып, қалыпқа келетінін бақылады. Аяққа қорғасын жеңіл тию үшін линолеумнан дөңгелек кесек дайындалды. 3 бөлікті сым арқылы біріктіріп бекітті. Балалар бөліктердің бір-бірімен қалай үйлесетінін бақылап, материалдардың қасиеттерін салыстырды. Зерттеу нәтижесінде ләңгі жасау барысында әрбір материалдың өз рөлі бар екені анықталды. Жүн жұмсақтық береді. Қорғасын салмақ береді. Ал линолеум аяқты қорғап, жеңіл соққы әсерін қамтамасыз етеді. Зерттей білсең, әлемнің сыры ашылады деп, балалар мен зерттеу жұмыстарын алдағы күндерде де жалғастыра беремін.